Ассалаумағалейкум, көпшілік сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздерге оңтүстіктен солтүстік районға көшіп барушылар жөнінде жағымды жаңалықты жеткізетін боламыз. Таяуда ғана Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі солтүстікке жұмыс күшін көшірудегі бірқанша жаңадан шыққан жағымды жаңа саясаттарды жолға қойды. Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі былай деп атап көрсетті. Ішкі миграциядағы ең басты мәселе оңтүстіктен солтүстікке азаматтарды көшіру ғана емес, солтүстікте жұмыс орнының болуы, содан кейін баспананың болуы, одан кейін ғана көшуді ойластырған жөн. Сондықтан қазір көші-қон жөніндегі бағдарламамызға өзгерістер енгізіп жатырмыз. Ондағы бірінші өзгеріс: көшетін азамат жұмыс орнын белгілеу керек. Яғни, жұмыс берушілер немесе сол жердегі жергілікті атқарушы органдар жұмысқа орналастырады. Екінші өзгеріс: жұмыс орны белгілі болған соң, қажетті келісім шартты жасаған соң, ынталандыру сертификаты беріледі. Мұнда олардың алатын баспанасының 50%-ын құрайтын шамада қаражат қолына бөлінеді. Бұл қаражатты азамат үй салуға немесе сатып алуға, болмаса отбасы банкіне бастапқы капитал ретінде сақтап, одан кейін сатып алуына мүмкіндік болады деп түсіндірді. Енді бұл арада айтып отырған солтүстікке көш жөніндегі ең жағымды жаңалық болса, біріншісі алдымен жұмыс орнын белгілеу керек. Яғни көшіп барушыларға алдыменен жұмыс орнын тауып алған соң көшіп баруына болады деген сөз. Ал екінші бір жағымды жаңалық болса, ол көшіп барған соң тұрақты үй мүлік сатып алу керек. Ал енді ол үй мүлік сатып алу үшін үкімет жағынан 50%-ық тиімділік беріледі деген сөз. Міне осы екі шарты орындалғанда ғана солтүстік районға көшіп баруға болады. Міне бұл саясат бұдан кейінгі солтүстікке көшіп барушылар жөнінен алғанда өте тиімді саясат деп айтуға болады.